Қазіргі уақытта ресейлік слово пацана телехикаясы танымал болуда. Ол уақыттың ерекшелігін түсіну үшін сол кездегі Қазанда не болғанына қысқаша тоқталайық. 70-80 жылдары көше бандаларының заңсыз әрекеттерімен байланысты Қазан феномені деп аталатын құбылыс Қазанда және Татарстан Республикасының басқа да қалаларында тарады. Бандалар кәмелетке толмағандардан құралған болатын. Жастар бандаларының көптігіне байланысты Қазан жасөспірімдер қылмысының символына айналды. КСРО-ның қылмыстық астаналарының бірі деген атаққа иеленді және көптеген асфальт үшін соғыстар болған уақыт асфальт кезеңі деп аталды. Ұзақ уақыт бойы бұл мәселені ресми билік мойындамады, бірақ кейіннен мұндай топтар бүкіл кеңес одағында пайда болды. Зерттеушілер арасында әлі күнге дейін осындай тұрақты топтардың қалай және қашан пайда болғаны туралы бір ауыздылық жоқ. Кейбіреулер бұзақылардың алғашқы топтары 60-шы жылдары пайда болған десе, басқалары олардың тарихы 20 жыл бұрын басталған деп санайды. Қалай болғанда да 70-80 жылдары КСРО мен Татарстандағы жалпы елдегі экономикалық, саяси және әлеуметтік жағдай қалалардағы жасөспірімдер қылмысының өсуінің негізгі себебі болды. Бірақ та бұл мәселе алғаш рет Қазанда қоғамның назарын аударды және баспасөз сол кездің өзінде Қазанды 30-шы жылдардағы Америкамен салыстырды. Қазандық бандалардың санын анықтау мүмкін емес. 80-ші жылдардағы ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша олардың саны 100-ге жуықты. Әр топта 300-ден 400-ге дейін адам болған. Олар бір мезгілде әрекет етпегендіктен, анда-санда бірігіп, бір-бірімен одақтасып кететіндіктен нақты санын айту мүмкін емес. Банданың аты әдетте тұрғылықты жерінен алынған. Ең тыныш аумақтар болып жекеменшік үйлер мен тар аулалар бар көшелер саналды. Зауыттардың маңындағы және тұрғын үйлері бар аудандар қылмыстың ошақтарына айналды. Осылайша Қазан қаласы бірте-бірте аймақтарға бөлінді. Көрші топтар көбінесе бір-бірімен араздасатын болған. Достық одақтар негізінен бір-бірінен алыс болған аудандар арасында ғана жасалды. Жасөспірімдер аумақ үшін күресті асфальт соғысы деп атады. Бұл жерде қару ретінде кірпіш, лом, шынжыр қолданылды. Атыс қаруы көбінесе топ басшылары немесе абыройлыларында болған. Банды топтар қаладағы аумақтарды иемдену үшін жарыса бастады. Көбінесе өліммен аяқталатын стенка на стенку деп аталатын жаппай шайқастарды ұйымдастырды. Әрбір банда өз заңдарын ұстанды. Сондай-ақ жиі танымал спорттық киім киіп және шаштарын қысқа қылып алған. Дос пен жауды татуировкасы, жасырма қағаздар, төсбелгі және ерекше киімдер басқа да белгілер арқылы ажырататын болған. Бандаға қосылуға қорғаныс қажеттілігі, жолдастарынан кек алу ниеті түрткі болды. Топтардың ішінде қатаң ережелер мен дағдылар сақталып тұратын. Сондай-ақ патриотизмге, спортқа, салауатты өмір салтына негізделген ар-намыс кодексі болған. Бұл ережелер жиынтығы ұрылар романтикасы мен қылмыстық понятияларға негізделген болатын. Көшедегі бандалар арасындағы төбелес әдеттегі жағдайға айналды. Бірақ олар Қазан мен Набережный Челныйда ерекше идеологияға ие болып, жеке сценарий бойынша дамыды. Көшедегі қақтығыстар кезінде белгілі бір ережелер болды. Жатып қалған адамға шабуыл жасауға, төбелес кезінде аяқты қолдануға, кісі өлтіруге және ауыр жарақат қылуға тыйым салынған. Осы уәдені орындауды талап ететін ар-намыс кодексін көпшілік топтардың қатысушылары ұстанды. 80-ші жылдары Қазан феномені кеңінен танымал болған кезең басталды. Кейбір мәліметтер бойынша 84 немесе 87-ші жылы көптен бері араздасып жүрген Жилка және Грязь екі тобының арасында ауқымды қақтығыс болды. Мұздағы шайқас деп аталған төбелесті милиция тарқатқан болатын. Бірнеше ондаған адам жараланып қамауға алынды. Топтардың бірінің жетекшісі түрмеге кесілді, бірақ көп ұзамай босатылды. Сондай-ақ дискотекаларда, саябақтар мен алаңдарда қақтығыстар жиі орын алды. Кінәлілер көбіне тәртіп сақшылары келгенше қашып құтылатын, ал соттың қолына түскендерінің кінәсін дәлелдеу қиынға соғатын. Перестройка дәуірінің басталуы Қазан құбылысының құлдырауымен тұспа-тұс келді. Агрессивті көңіл күй төмендей бастады. Жастар енді басқа ауданнан келген адамдармен кездесуден қорықпады. Ал құқық қорғау органдары бастауыш сынып оқушыларының арасында бұзақы топқа жақындасу қаупі бар топтарды анықтап, олардың мінез-құлқын түзету жұмыстарын жүргізді. Кеңес одағының ыдырауы және қоғамдағы құндылықтардың өзгеруі көше бандаларының белсенділігінің төмендеуіне де әсер етті. Уақыт өте келе түрмеден аман қалған ересек қатысушылар жетіліп кәсіпкерлік қызметке кірісті. Немесе 90-шы жылдары Ресейдің барлық қалаларына тараған ұйымдасқан қылмыстық топтар құрды. Осындай қазандық топтардың ішінде Борискова, Грязь, Жилка, Кинопленка, Калуга, Перваки, Хади Такташ және тағы басқа топтар болды. Зерттеушілер мен куәгерлердің айтуынша 2000-ші жылдары және одан кейінгі жылдары Қазан құбылысы толығымен жойылған жоқ. Топтар енді онша көрінбеді. Олар өздерін ұстамдырақ ұстай бастады, бірақ өмір сүруін тоқтатпады және қылмыстық әрекеттермен айналыса берді.